Біздің арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз көптеген адамдарда кездесетін мәселе төменгі арқадағы ауырсыну туралы сөйлесетін боламыз. Отырықшы өмір салтының салдары, шамадан тыс жұмыс немесе жай ғана сәтсіз иілу болсын, төменгі арқадағы ауырсыну біздің өмір сапамызға қатты әсер етуі мүмкін. Бұл бейнеде мен қарапайым және қолжетімді әдістерді қолдана отырып, үйдегі ауырсынуды қалай жеңілдетуге болатыны туралы дәлелденген әдістермен бөлісемін. Емдеуге кіріспес бұрын, төменгі арқадағы ауырсынуды не тудыруы мүмкін екенін анықтайық. Негізгі факторлардың қатарына мыналар жатады. Дұрыс емес салмақ көтеру, бұлшықеттің күрт қозғалысымен созылуы, семіздік немесе физикалық белсенділіктің болмауы, остеохондроз сияқты созылмалы аурулар. Төменгі арқадағы ауырсынуды жеңілдету үшін жасай алатын бірінші нәрсе жеңіл созылу және жаттығу. Үйде жасауға болатын қарапайым әрекеттерден бастаңыз. Бұл жаттығулар бел аймағындағы кернеуді жеңілдетуге және бұлшықеттерді нығайтуға көмектеседі. Тізеңізді кеудеге созу арқаңызда жатып орындалады. Арқаңызда жатып, бір тізеңізді бүгіп кеудеге қарай тартыңыз. 20-30 секунд ұстаңыз, содан кейін екінші аяғыңызбен қайталаңыз. Мысық сиыр. 4 аяғымен орындалады. 4 аяғыңызға тұрып, арқаңызды мысық сияқты баяу жоғары қарай бүгіңіз. 5-10 рет қайталаңыз. Екінші әдіс, ауырсынуды жеңілдету үшін жылы немесе суық компресстерді қолдану. Екі әдіс те пайдалы, бірақ әрқайсысын қашан қолдану керектігін білу маңызды. Суық компресстер, егер ауырсыну жақында пайда болса және ол қабынудан немесе жарақаттан туындаса, суық компрессті қолданыңыз. Бұл ісінуді жеңілдетуге және ауырсынуды азайтуға көмектеседі. Сүлгімен оралған мұзда ауырған жерге күніне бірнеше рет 15-20 минут жағыңыз. Жылы компресстер, жылы компресс созылмалы ауырсыну немесе бұлшықет кернеуі үшін тиімді. Бұл қан айналымын жақсартуға және бұлшықеттерді босаңсытуға көмектеседі. Жылыту жастықшасын немесе жылы сүлгіні қолданыңыз және оны беліңізге 20 минутқа жағыңыз. Үйдегі дәрі-дәрмектермен емдеу. Енді төменгі арқадағы ауырсынуды жеңілдету үшін халықтық әдістер мен үйдегі дәрі-дәрмектер туралы сөйлесейік. Міне бірнеше қарапайым рецепттер. Зімбір компрессы, зімбірдің қабынуға қарсы қасиеттері бар. Зімбір бөліктерін суға қайнатыңыз, инфузияға дәке салып, белге 20-30 минут қойыңыз. Сарымсақ компрессы, сарымсақты зәйтүн майымен араластырып, ауырған жерге жағыңыз. Бұл қабынуды жеңілдетуге және қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Қызыл бұрыш майы, қызыл бұрыштың құрамындағы капсаицин ауырсынуды азайтуға көмектеседі. Сіз дайын капсаицин жақпа майын дәріханадан сатып ала аласыз, немесе оны қызыл бұрышты кокос майымен араластыру арқылы үйде жасай аласыз. Төменгі арқадағы ауырсынудың алдын алу. Сіздің қалпыңызды бақылау өте маңызды, әсіресе егер сіз компьютерде көп отырсаңыз, немесе салмақ көтерсеңіз. Дененің дұрыс орналасуы көптеген бел проблемаларының алдын алады. Үстелге қалай дұрыс отыру керек, арқаңызды тік ұстаңыз, иықтарыңыз босаңсып, аяқтарыңыз еденде тұр. Егер сіз ұзақ отырсаңыз, әр 30 минут сайын тұрып, аздап жылынуға тырысыңыз. Дұрыс қалыппен салмақ көтерудің көрнекі мысалдары. Арқадағы кернеуді жеңілдетудің тағы бір жолы массаж. Сіз оны өзіңіз жасай аласыз, немесе жақындарыңыздан көмек сұрай аласыз. Өзін-өзі массаж, теннис добын беліңіздің астына қойып, оны ауру аймаққа ақырын айналдыру арқылы пайдаланыңыз. Сондай-ақ бел аймағына жұмсақ массаж жасау үшін роликті массажерді қолдануға болады. Төменгі арқадағы ауырсыну көптеген қолайсыздықтар тудыруы мүмкін, бірақ осы қарапайым әдістермен сіз өз жағдайыңызды жеңілдете аласыз. Есіңізде болсын, егер ауырсыну сақталса, кеңес алу үшін дәрігерге барған дұрыс. Көргеніңіз үшін рахмет. Егер бұл бейне пайдалы болса, арнаға жазылуды және қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ем болсын, ауырмаңыздар.